Құрметті оқушылар, біз ары қарай Python жалғастырамыз. Кіріспе бөлімінің екінші сабағы. Бұл жерде біз тіл, алфавит, синтаксис деген тақырыптарды қамтимыз. Ал кеттік ары қарай жалғастырайық. Бізде Python тілінде әр алфавитте өзінің бір жазу ережелері бар. Яғни бұл жақта біз латын әріптерін қолданамыз, үлкен және кіші регистр, араб сандарын, яғни 0-ден бастап 9-ға дейін. Кейін арнайы символдар, арифметикалық қосу, азайту, көбейту, бөлу деген сияқты. Және әрине қызметтік сөздер, яғни олар өте көп. For, if, print, көбінесе input деген сияқты. Және бізде келесі ең маңызды зат ол айнымалы. Айнымалы ол бізде келесі ережелерге бағыну керек. Біріншісі, айнымалы басталған кезде ол ешқашан санмен басталмау керек. Яғни ол бізде қате болып саналады. Егер де біз әріп, яғни бір әріп артына сан жасақ, ол нормально. Екінші ереже, айнымалы ешқашан мынандай бір спец символмен бола алмайды. Ол да қате. Бірақ единственный спец символ, который рұқсат етілген Pythonда, ол нижний почерк. Яғни нижний почерк арқылы біз айнымалыны былай бастап жаза аламыз. Ол өте маңызды зат. Және үшінші зат ол айнымалылар ешқашан қызметтік сөздер бола алмайды. Яғни print, if, else деген сияқты сөздер ол айнымалы бола алмайды. Ол команда болып кетеді. Келесі сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритм деген не ол? Ол берілген бір алгоритм рет-ретімен орындалады. Яғни бірінен соң бірі. Ол қалай? Бірінші Python оқыған кезде мына a тең 4. Давайте мен мынаны бүйтіп не істей салайын. Мына жаққа алдындағыдай. Мына бүйтіп рет-ретімен қоя салайын. Бізде бұл жерде Python басталған кезде ол бірінші мына қатарды оқиды. Кейін мына қатарды оқиды. Кейін мына қатарды оқиды. Кейін мына төртінші қатарды оқыған кезде алдындағы оқыған мәндерді есіне сақтап алады да, кейін бізде сонда print j деген айнымалы не істейді, шығару керек. Мысалы мен бастаймын. Бұл жерде 26 деген жауап шығып тұр менде мына. Яғни ол қатар-қатармен оқу деген сөз, ол как раз бізде сызықтық алгоритм деген сөз. Келесі ол амалдар. Ең танымал амалдар ол әрине екі сызықпен бір сызық, екі сызықпен проценттің белгісі. Ол бізде как раз ең танымал амалдардың біреуі математикалық. Мына көрсек. Қазір көрсетейін. Допустим, print деймін, 9-ды бөлемін 2-ке. То есть 2-ке. Бұл жерде бізде процент деген зат ол бізде қалдықты есептеу үшін қолданады. Яғни мына жақта бізде 9-ды процентке 2-ке бөлген кезде бізде жауап ретінде бізде 1 шығады. Яғни 4,2-ден 1 болады, қалдығы үстінде тұрады жазылып. Сол бізде жауап ретінде болады. Print, егер де біз 9-ды уже бүтін емес, то есть қалдығы емес, бүтін бөлікке бөлгіміз келсе, біз осылай жазамыз. Яғни бүтін бөлік бұл жерде қалдығын емес, мына бізге бүтін бөлігін шығарады. Яғни 4-ті бізде қайтарады.
Яғни енді бұны тексеріп көрейік. Run деп басам. Мына біріншісіне 1 шықты, қалдық, екіншісіне бүтін бөлік шықты. И соңғысы ол да өте танымал. Ол 2 звездочка. 2 звездочка бізде ол дәрежені білдіреді. 2 звездочка ол дәреже болып саналады. И осы 2 звездочканы дәрежесі, 9-ның дәрежесі ол 81 болып табылады. Осылай қызықты мәліметтермен бөлістіңіз.